Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін морковча салатының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Өте дәмді, хош иісті, сочный болып шықты. Ең алдымен мен 3 дана сәбізді сыртына ашып жуып алдым. Енді үккіштің көмегімен шығаратын боламыз. Сәбізді жоғарыдан төмен қарай шығару қажет. Сол кезде біздің сәбізіміз ұзынша болып шығады. Сәбізді үккіштен өткізіп болдық. Енді 2 тіше сарымсақты езіп саламыз. Жарты шай қасық кориандр дәмдеу үшін саламыз. Жарты шай қасық паприка дәмдеуші және 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз саламыз. Және кинза жапырақтарын керегінше саламыз. 3 ас қасық күнбағыс майын қыздырып, дайын болған салаттың үстіне құйып шығамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Келесі жарты шай қасық уксус салып араластырып аламыз. Біздің морковча салатымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліңіздер.